Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге әсем. Бүгін сіздерге духовкасыз буда пісетін әдемі, өте дәмді, сондай пышный, үлпілдек, жүп-жұмсақ болып пісетін кекстің видео рецептісін ұсынатын боламын. Және де видео қызық болатын болса, соңына дейін көріңіздер. 3 жұмыртқаға керекті мөлшерде қантымызды салып, аппақ көбік болған шайдан жақсылап миксерлеп аламыз. Қандай заттар керек, қанша мөлшерде керек, астына описаниеге қалдыратын боламын. Және де осылай үйде бар заттардан жасадым мен. Осылай елекке ұнымызды салып, үстіне разрыхителімізді салып, 2 қасық какаомызды салып, араластырып, осылай електен өткізіп аламыз. Міндетті түрде өйстіп өткізіңіздер, сол кезде 1 келкі болады ұныңыз, және де тестаңыз да 1 келкі болады. Міне осылай араластырып, осылай електен өткізесіздер. Керекті мөлшерде ұн қосасыздар. Осы тестадан менің кесем дәу болды. Шай ішетін кесем, содан 5 кесе кекс шықты. Және осылай жақсылап араластырамыз. Қою болады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай өте қатты қою болады. Жақсылап араластырып алып, енді айранымызды және де сұйық майымызды құйып, тағы да араластырып аламыз. Орташа қою болады. Қатты сұйық емес, қатты қою емес, міне орташа. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осындай сұйықтық болады. Міне, көріп тұрғандарыңыздай осындай сұйықтық болады. Қатты сұйық емес, қатты қою да емес. Осылай кесемізді жақсылап майлап аламыз. Міндетті түрде әпесе астына жабысып қалуы мүмкін. Осындай кесеге 5 кесе болды менің кексім. Менің шай ішетін кесем дәу. Енді сіздердікі кішкентай болса, бәлкім 6 кесе кекс шығуы мүмкін. Осылай салып алып, асты тереңдеу ыдысқа кішкене су құйып қайнатып аласыздар. Және де осылай салып кексімізді қақпағына сүлгі ораймыз, себебі буланып суы кекстің бетіне тамуы мүмкін. Сол үшін осылай сүлгі орап қойыңыздар. Сөйтіп 21 қайнағаннан кейін астын басып 25 минут жай отта пісіріп аламыз. Шаншқымен тексеріп көресіздер, зубочисткамен. Міне, осындай 1 келкі әдемі пышный, асты да, ортасы да тап-таза болып, жұп-жұмсақ болып, осылай кексіміз пісті. Міне, ас болсын баршаңызға, жасап көріңіздер. Міне, видеода көріп тұрғандарыңыздай ортасы да әдемі піскен, көтеріліп, әдемі болып пісті.